мезгілі бастала салысымен мен осы үнемі жыл сайын Жас ел бағдарламасына жұмыс жасаймын. Мұнда тек Орал қаласында емес, сонымен қатар өзімнің туған өлкемде де жұмысты әрі қарай жалғастырамын. Мұнда барлығы жақсы, киіммен қамтылған, арнайы құралдарды беріліп отырады. Осы Жас ел бағдарламасына келіп, мен көптеген достар таптым. Осы бағдарламаның жүзеге асып жатқанына септігін тигізіп жатқан барлық қызметкерлерге айтар алғысым шексіз. Мен Амангелдина Айжан Бауыржанқызы, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Жарқыл командасының мүшесімін, командир орынбасарымын. Менің осы Жас елде жасап жүргеніме осы мен екінші жыл. Мен Жас ел сияқты екінші отбасы тапқаныма өте қуаныштымын. Жас ел бізге не берді? Жас ел бізге біріншіден көптеген достар, екіншіден жаңағы демалыс уақытын тиімді өткізу, жазғы демалыста құр жатпай еңбектеніп, өзіміздің маңдай терімізбен адал еңбек ету. Маған осындай керемет достар сыйлады. Біз Қазақстанымыздың патриоттары ретінде елімізге еңбек еткенімізді мақтан тұтамыз. Біз Жас елмен біргеміз! Меня зовут Тахметов Тимур. Я учусь в Жубаново, Аргу, в Актюбинске. Сам я местный. Услышал я про эту работу в своем универе и как-то еще на первом курсе задумывался, но как не решался. И после окончания второго курса решился все же попробовать устроиться сюда. В общем, мне нравится работать. Сам я первый год здесь работаю. Не пыльная работа. Приходите сюда, устраивайтесь, очень интересно. Новые знакомства, новые друзья. Я студентка Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа. Я в этом году первый раз работаю, устроилась на работу. И мы рады тому, что нам предоставили такую возможность подработать и внести свой вклад для озеленения нашего города. И это полезно для сохранения экологии. Мы тут приобрели много знакомых и друзей. Спасибо всем организаторам.